бәрекелді. Бәлемше келдіңіз, халық соңынан бағасын береді, бақылап отыр. Енді бізге ер азамат кереге бірінші болып кімден бастаймыз? Жол жастар ма? Кім есімің брат? Оразал кім боласың? Інісі. Ал, Мәкеңнің інісі Оразалы мырза 4 қыздың ортасында жандырайын деп тұр. Оразалын қолдайтындар бар ма? Ал, ореге кеткендеше. Оразалы бойдап қой дейме, 4 қыздың ортасында бақыттан бас айдап тұрып қалды олай. Әдал осылап қалдым дейді, өзім ойында тұр. Рахмет, ореге тамаша. Келесі қыз бізге, ал әрмен қарай Үми жалғастырады. Аттар бәр жатты болатын болдым мен. Ал Үми ханымды қолдайтындар болса, қол соғып қойыңыздар, группа поддержка болып, кеттік, маэстро. Мәссаған, Үми не деген бейім ба? Хореография емес па мына қыз? Жақын екен, көп рахмет. Армен қарай бізде ер азамат. Ал, кімден бастаймыз? Сәке өз ортасында кет қалмасаң бар ғой қазір. Соңына қалып кетсең бәрі қарап қалады. Мына бөленің аяғына жем түскен бе, не жүрісі онша емес қой. Ал, Сәке, қыздырышқан. Ал, маэстро, кет. Тоқтатпасақ болмайды. Өзімді кеншегі бар ма мына жерде? Жоқ па? Бар ма? Жаным, мынаға внимание жетіспей жүр ғой. Жаным бірдеңе деп қойсаңшы, ағызға бір барып жаным болды ғой. Рахмет, бөле, қызықтыңыз. Ал бізде сол қыз енді. О, Наргиза ханым, білеміз, жандырасыз. Қол соғып, құрмет көрген поддержка жасап қойыңыздар. Наргиза ханым ортамыз. Кеттік, маэстро. Yeah.
Мәссаған Балқия деген ән сізге арналған сияқты ғой, Нәке? Қандай керемет. Ал соңғы түйенің шығауыр дейді, Бекзат па еді? Бекзат мырза. Бұл да қыздарға жақындаған сайын түрі серьезно болып барады. Ал Беке, соңғы түйенің шығауыр өзі қыздырасын енді. Ал маэстро, кет. Болмайды қоз, төрт қыз бірдей билеп жатыр да, бір өзің әртүрлі билеп жатсың. Бәрекелді, бізге керемет атсалысқан Ақниет би ансамблі бір қол соғып қойсаңыздар болады. Бара беріңіздер, өнерлеріңіз өрлей берсін, көп рахмет. Ал енді құрметті көрермендер, құрметті той қонақтары, өнерпаздарымыздың өнерін тамашаладыңыздар. Баққасын сіздердің шапалақтарыңызбен өлшейміз. Шапалақ метрді мен қосамын. Бірінші болып бастаған бізде әрине Валя Құдашамыз. 50. 55. Ой, жаным, столында отырған бір екі сайқайлады, деп. Жарайды, 60 болды. Рахмет, 60% дауыс жинаңыз. Екінші болып өнер көрсеткен біздің тау адам ол Оразалы. 28. Бір көкең енді 30 болды. Өзің ішің біліп тұрғанша. Одан кейінгі болып өнер көрсеткен бізде Уми. Мәссаған 65. Өзі көтеріп жатыр. Жарайды 65%. Одан кейін өнер көрсеткенен осы жігіттің шапалағы мықты болатын шығар. Мәкеңнің бөлесі Сәкен 40. Неқта бір апам, балаңыз ба? Балаңыз ба? Сіз бе, сіздің балаңыз бәсе қолыңыз. Сіздің құрметіңізге тағы 10 болсам 50 болды Сәкенге. Одан кейін Наргиза ханым, Құдашамыз. Құдашадан ұят болмасын деп тұр, 50% дауыс жинадыңыз. Ең соңғы болып өнер көрсеткен бізде мистер Бекзат. Болды. Отшы дегендей болды. Ал бізде мықты өнер көрсетіп, осы елдің ықыласына бөлінген бірінші орын иесі Уми. Жеңші, сіз япас бере беріңіз. Екінші орын әрине Валя Құдашамыз. Үшінші орын алған Сәкен бөле. Қалғандарыңызға, ойынға қатысқандарыңызға рахмет деген алғыс хатпен кішігірім сый-сияпат табыстап қоямыз. Көп рахмет. Ал ойынға қатысып тойымыздың көңіл-күйіне атсалысқан қонақтарымызға бір қол қойыңыздар, дастархан төріне жайғасып қояйық. Көп рахмет. Негізі тойды жандыратын кісілер ғой, просто үлкен кісінің тойы, үлкен кісілер көп болғаннан кейін шамал ұялып, ыңғайсызданып билеген жер ғой. Көріп жүрмін. Көп рахмет. Ал енді қадірлі ағайын, құрметті жақсылар, кереметті бірді тойымызды әрмен қарай жақсы тілекпен жалғай. Айта берсем, осы тойдың тілекті түйіндейтін менің Марат ағамыздың көршілері. Көрші ақысы тәңір ақысы дейді. Балтырың ауырып, балтыр басың ауырса, бірінші болып халіңді сұрап келетін осы көрші. Өзі ер жігіттің 3 жұрты болады дейді. Негізі 4 жұрты бар деп мен ескерер едім. Ол әрине тату Құдай қосқан көршілеріңіз. Әбілаш көкеміз бастап келіп отырған көршілер қауымы Сәрсен, Құрметхан, Жәкәлай, Гүлмира, Мақсат, Мөлдір дейді. Осы көршілердің қатарында тұрып, Таймұролдай тепіскен, бала кезден бір көріскен,
Марат ағамызды дос көріп, қуанышын қош көріп келіп отырған класстастар қауымы, Қайрат ағамызды, Жанат әпкемді, Бекжігіт Ләззат, Бақытжан Ақмарал, Ырысбек Ұлжалғас, Ұлан Мырза жұбайыңызбенен Анарбек Айжан дейді. Аталған класстастар мен көршілер тойдың төріне ақ тілектің алағына қарай жол тартыңыздар. Ал сіздерді қарсылайық. Қайдасыздар, келіңіздер. Жеңшелеріміз сіздерді күтіп отыр. Ал әпке жеңшелер келіңіздер, сіздерде жұптарыңыз жарасып, тойды өретін қалыңыздар. Ал ассалаумағалейкум, құрметті ағалар, әпкелер, қош келдіңіздер. Осылайын енді біз көршілер өзіміздің ауылдың тойы ғой, былай айтып барғанда қонақ болып келіп отырған, мен сонау жерден ат шаптырып келген Марат ағамның класстастарынан бастайын деп отырмын. Ал тізгінді өздеріңіз осылай, мен сұрағанның айып жоқ, қайсымыз бастайтын едік осындай тойларда тілекті. Келіңіз аға. Бисмиллах. Марат, бүгін мына анамның мерейтойы құтты болсын. Апамызға тілейтінім Алла мықты денсаулық берсін. Құдай қаласа да 90 жасында да осылай жиылып бас қосып тойлай берейік. Мына бүгін Марат жақсы сыйлықтар жасап отырсын, сауапсыздар. Құдай қаласа анаңыз қажылыққа аман есен барып оралсын. Қажылық амалдарын жасап, Алла тағала өзіңе де қажылыққа бару насіп етсін, жақсы көйлегенге. Не бір жақсы керемет достар айтылып жатыр. Сол достардың барлығы қабыл болып, періштен құлағына шалына берсін. Өзі айтады ғой, сонша адам ішінде бір адам сөйлеген сөз қабыл болса, барша дұғалар қабыл деп. Сол сияқты тек отбасыларында той болсын, жақсылықтар болсын, сол жақсылықтарға куә болып жүре берейік. Өзіңде жақында мына 50 жасқа толдың, құтты болсын, Құдай қаласа өзіңде мерейтой. Онда арнайы сыйлығымыз бар. Жақсы, баршаңызға рахмет. Ассалаумағалейкум. Марат, бүгін анамыздың туғанын жасап берсін, рахмет, Алла разы болсын. Құдай қаласа анашын жасы қосыла берсін, Құдай қаласа. Жақсы күндерде жолығайық. Қажылыққа жақсылық барып келсін. Құтты болсын. Марат, той құтты бола берсін. Анамыздың жасы ұзақ болсын. Еш өкілін қызылдырмай берсін. Тойға баса берсін. Тек тойда ғана кездесейік. Анамыздың бізге деп нәсіп етсін. Той құтты бола берсін. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым. Мына Марат үлкен той жасап жатсың, үлкен сауап жасап жатсың, мына жерде жақсы көріп, тойлар құтты болсын. Апамыздың туғаны құтты болсын, мерейтойы құтты болсын. Бұл кісінің енді Алла берген жасын жасай берсін. Марат, бұл той деген қуаныш қой. Қуаныш деген бақыт, бақытты бол, бақыт деген енді сөзбен айтып жеткізе алмаймыз ғой. Қуаныштымыз бәріміз. Енді мына Мараттың
класстас емеспін, досымын, құрдасымын, коллегасымын. Сол сыйлап шақырған Марат рахмет, ол қуаныш қой енді. Мұнда енді сен білеміз, сен өзіңнің семейңа деген үлкен жауапкершілік көп екен, мықты екенін білемін. Мен сен әрқашанда апам деп жүресің, қарындасым, әпкем деп жүресің. Бағанада мен көріп тұрып өзімде тебіреніп кеттім, осындай осы жерде әпкелерің бәрін тілек айтқан кезде мен де кішкене толқып кеттім. Бұл енді толқықтығының өзі қуаныш қой енді. Анам тұрғанда біз қартаймаймыз. Өзің де білесің, менің де анам бар. Қарап отырып, мен де осындай адамға той жасағым келіп отыр да енді. Ол ниет бар енді өзімізде, Алла қалауын беріп, амандығын берсе, соғандай күнге жетсін, Алла нәсіп етсін. Негізі Марат, жарайсың. Мықты істер, анамызды разы болу, біздің бақыт деген анамыздың аяғының астында жатыр ғой. Сондықтан бұл өте үлкен қуаныш. Айтатын сөз жоқ, біздің үлкен алдымыздағы кісілердің бәрі үлкен тілектер айтты. Осы Алла қабыл етсін. Рахмет шақырған тойларына. Жақсы үлекем осы семьяны тойлап бересіңдер ғой. Апамның арқасында Алла қалауымен апайларымызға төлеміз тұр осы жерде. Сендердің семьяларың ұйымшыл. Сол ұйымшылдың өйтісіп отырған өзімсің. Әрқашанда ұйықтарың бұзылмасын, амандық болсын. Апамыз көп жасай берсін, қуанышы көп болсын. Бала шағаң аман болсын, достарың әрқашанда қасында болсын. Рахмет. Бәрекелді, тамаша. Көршілерге беремін. Аға, сіз дұрыс айттыңыз. Адамда жүрек болса, сезінен толқиды. Алла ниетіңізге жеткізіп, сіз де апамды тұғырға шығарып керемет той жасаңыз, жұғысты болсын, тамадасымен бірге десең. Бәрекелді, рахмет. Енді әрмен қарай көршілерден бастай, Әбілаш көке, көшті бастап келген өзіңіз, келіңіз. Ассалаумағалейкум, тауымшы қауым. Алматыма тойлар туылдым. Апамның 80 жасы туып қалғанын берген жақты. Дені сау, ауырмасын апамыз, қолдамыз жасап қалып жүре берсін көмді. Той оласын, әрдайым жатып, әрдайым тойда болың. Құрметті тойға жиналған қонақтар, бүгін бір ерекше күн. Ол біздің апамыздың, анам деп айтсам да болады, көрші қанша жылдан бері көрші болып, осы кісінің алтындай әңгімелерін тыңдап, біз де артынан ілесіп келе жатырмыз. Бүгінгі тойда көптеген ізгі тілектер айтылып жатыр, бәрі Алланың құлағына шалынсын. Марат айналайын, рахмет, анаңды төрдің басына отырғызып, 80 жасы деп үлкен ілтипат жасап жатсың. Алладан қайтсын. Апамыз аман есен қажылыққа барып, апамыздың алақанын жалап жатайық. Аман болыңыздар, сау болыңыздар, қыздар. Жаңа сіздер құттықтау сөз айтып жатқан кезде мен де толқып, анамыз ертерек кетіп қалған еді, бірақ көзімнен жас тоқтамадышы, сағынғаным сондай. Аналарыңыз бар кезде сыйлап, осындай қошеметтеп жүре беріңіздер. Рахмет, тойларыңыз құтты болсын. Ассалаумағалейкум, игі жақсылар, той құтты болсын. Марат аға, сізге риза болдым, сіз бақытты жан екенсіз. Айткүл апа, сізге басымды иіп рахмет айтам. Ана, апа, атам айтушы еді, Жолдыбек ата. Негізі ауылымызда ең керемет отбасы. Атамның көп сөздерін құлағыма құйып келдім мен. Мен сол Сарбастау ауылында имам болдым. Апамның жеке емшісімін, қожым. Құранда мынандай аят бар. Мен атамның ассалаумағалейкум деген кезде атам маған былай дейтін, ер жеттің ба шырағым дейтін. Ер жеттің ба шырағым деген сөздің философиясын түсінбеген екен. Сөйтсем, Құранда аят бар екен сондай. Бел омыртқасын үзіп, 10 ай көтерген баласы бүгін 40-тан асқан кезде ғана ата-анасын ойлап, Құдайдан мейір сұрайды екен.
және арттағы ұрпағын түзу болуын тілейді екен. Аллаға шүкір, немерелеріңіз білем, жасқа да барды Құраннан талай. Али де, Димаш та өте зерек балдар. Сіздердің тәрбиелеріңіз. Мен осы жасқа дейін 80-ге келіп кітап оқып отқан, газет журнал оқып отқан адамды көрмедім. Қазір балалар да оқымайды. Апама бір ай сайын журналын жеткізе алмаймын, оған кешірім сұраймын. Тауысып тастайды апа тез, оқып тастайды бәрін. Сол Құранда апам барып сүп-сүп деген кезде жақсы болып кетеді. Өйткені соншалықты мен Құраннан мынандай нәрсе көрдім. Фастамсик биллази ухия илейка. Өзіңе уахи етілген осы Құранға тіс тырнағымен жабыса қал. Өйткені бұл Құран лака ва ли қаумика. Ей Мұхаммед, сенің үшін де, сенің үмметің үшін де мәртебе дейді. Сіз сол Құран арқылы мәртебеңізді өсіріп жатсыз. Бүгін әл-иззату лиллахи жамиан. Құрмет, атақ, абырой, даңқ бәрі Құдайдың жанында. Оны Құдай береді. Ойасхаду калиму тайиба. Жақсы сөздердің бәрі Аллаға жетеді. Сендердің сүйкімді, салихалы амалдарын, сол тілектеріңді Құдайға жеткізеді. Бүгінгі тілектердің бәрі Аллаға жетіп, қабыл болсын, мәртебеңіз өсе берсін, тағы да басыңызды иіп. Сізді құрметтеймін. Сіздер бақытты жансыздарсыздар, осындай аналарыңызды құрметтеп, алақанға сау болсыздар. Ана, апа, аман болыңыз, жақсылықтан жақсылыққа жетейік. Бәрекелді, тамаша. Жаманның аспанында бұлт болмайды, жақсының аспанында бұлт болмайды, жаманның қадамында нық болмайды. Жалғанда жақсылармен сыйлассаңыз, пейіштің есігінде құлып болмайды дейді. Бүгін енді саналы, салиқалы бір керемет дүбірлі тойдың куәсі болған кәміл сеніп отырмыз. Өйткені адалдан жайылған ақ дастархан, әрбір шыққан қонақтарымыздың барлығының ішіндегі біреуі болмаса да біреуі Аллаға шүкір айтып тілге тиек етіп жатыр. Өзіңіз білетіндей, қандай да бір қауым жиналып, маған шүкір айтса, періштелер жарысып барып тұрып, қуанып тұрып сол тілекті жеткізуге тырысады екен. Иншалла бүгін көптің тілегі қабыл деп білеміз. Алла тілектеріңізді, қабыл мұратарыңызды асыл етсін. Сіздер де ұрпақтың жақсылығын көріңіздер. Енді Марат ағамды ортаға алып бір естелікке сүйреткізіп, дастархан төріне жайғаса қойыңыздар. Көп-көп рахмет, той жұғысты болсын. Ал енді ардақты ағайын, құрметті жақсылар, қазақы тойдың дәстүріне айналған, бүгін ниет қылып жақсы тілекті жүгетіп келген барша ағайын туысқанға шын мәнінде баршаларыңызға, әрбірлеріңіздің шаңырақтарыңызға той жұғысты болсын деген ниетпен қазақ тойдың тамаша дәстүрі той бастарымыз бар. Осы жаңа керемет тілек айтқан әулетіміздің гүлдері, қызғалдақ қыздары, әпкелерімнің атынан әрбір жанға құрметімізбен осындай той жұғысты болып, сіздердің үйлеріңізде тойдың бастауы болсын деп, міне той иелерінің атынан той бастар тартуға рұқсат етіңіздер.
бүгін анасын ардақтап төрге шығарып елден баталы осындай керемет отбасындағы кіп кішкентай қуанышты бөлісіп көбейсін деген жақсы ниетпен даладай дастархан жайып балалай көңілімен шаттанып қуанып жүрген Марат ағамызбенен Жақсыкөл жігішенді ендігі қаласымен той төрінде арнайы шақырайын деп отырмын. Сіздерге деген құрмет алғыс болсын. Ал той иелерін қарсы Иман ағамыз айтпақшы Марат Көгі, адамға атақты да абыройды мәртебенді бір Алладан дейді. Әрине бір Алладан, одан кейін өзіңіздің ағайынға деген ілтипатыңыз, ыстық ықыласыңыз, жасаған жақсылықтарыңыздың жемісі, Аллаға шүкір сізге деген құрметі. Айта бердік Жолдыбек атама, Айтгүл анама, айта берді сізге деген құрметін көрсетіп, ел аяғынан түк тұрып құрметін көрсетіп жатыр. Отбасыларыңыздың алтын басыңызды құрметтеп, алтын уақытын қиып, ат басын бұрып, ақты деген той етіп берген, алыс жақына келген ағайын туысқан құда жекжатқа деген бір ыстық ауыз ықыласыңыз бен алғысыңыз өзіңізден болсын. Келіңіз. Рахмет. Рахмет. Мен енді көп сөйлемем негізі, әр сөз бойынша жоқ. Бірақ енді мынау тойды Құдай қаласа көпшілікті жинап бір анамның разылығын алып, көпшілікке бір шай берейік деген ниетіміз бар еді. Сонымен бірден ұйымдастырып, анашымның бүгін туылған күні. Сөйтіп мына Бекболынымды шақырып, Бекболының өзі Сияқұл дейтін атамыз бар. Сол атамыздың немересі өзі қасында басынан бастап осы тойды көкеп лайық деп жүгіріп жүрген жігіт. Бектің саған рахмет. Алла разы болсын. Ісің алға баса бер, ісің жемісті болсын. Ал құрметті көпшілік, бұл жерге келген ешқайсысы бөтен емес маған. Бәрі туған туысқаным, бауырларым, ағайындарым, жекжаттарым, құдаларым, көршілерім, достарым, кластастарым бәріңізге мың алғыс. Сыйлап осындай уақыттарыңызды бөліп, 1000 километрден келіп жатсыздар, 700 километрден келіп жатсыздар, күнде сүріп, соған қарамастан келіп сыйлап, осы біздің жақсылығымызды бөлісіп, осы біздің отбасымызды сыйлап келгендеріңізге көп рахмет. Енді бұл тойды енді сіздер болмасаңыздар той болмайды. Бәріңізді бір адамдай ат салысып, бұл жерде бүгін енді бір қызықты той болды деп ойлаймын. Нерде менің қарындастарым бар, әпкем бар. Мен бір өзім бәрі жете салмаймын. Ол кісілерге де күйеу балдарыма, жиендеріме бәріне рахмет, Алла разы болсын. Енді анама енді қанша жақсылық, қанша істесең де ол енді арзиды. Ана разы, Алла разы дейді. Анамызды қанша разы қылсақ, Алла разы болса, Алланың разылығына жетсек, бұл өмірде одан астынан не бақыт бар. Анашым, деніңіз сау болсын, өміріңіз ұзақ болсын. Әрқашан өстіп жап-жас болып қасымда жүре беріңіз. Не деймін, жігіттер қауымына, аналарына қанша сыйласаң да, қанша құрметтесең де, ананың қарызына құламайсың дейді ғой. Енді құтылу бастан атса деміз.
Деніңіз сау болсын, апа. Алланың берген жасын жасай беріңіз. Мың жасаңыз деймін. Бәріңізге рахмет. Құрметті қонақтар, біздің қуанышымызды бөліскендеріңізге мың алғыс. Осындай тойда бастарыңыз жиналып жүре беріңіздер. Осы жерде той басқарып, мен төре жігітім, мың алғыс. Тойды атқарып бергенім үшін. Бірінші Аллаға алғыс, екінші анаға алғыс дейді ғой. Ана осындай мерейтойда сіздің арқаңызда ойнап күліп жүре білейік. Алыс жақыннан келген қонақтарға, құда жекжатқа, нағашы елдерге, ағайындарға, класстастарға, көршілерге, мына жерде қайынәпке, қайынсіңлілеріме, күйеу балдарыма, жиендеріме, бөлелерге, осы жерде тойхананың қызметшілеріне, аппаратура мына жерде қызмет жасап жатқан, мына жердегі камераға түсіріп жатқан ер жігіттерге мың алғыс. Баршаңызға мың алғыс. Алланың нұры жаусын. Қадамдарыңызға құт береке қонсын. Келген қадамдарыңызға құт қонсын. Рахмет баршаңызға. Мың алғыс. Келгендеріңізге. Әрекет рахмет. Әй жарым жеңше, міне көргенді жігіт көш бастайды дейді. Тектілердің жолын оған Марат көкем. Міне еғма жібек шапан жауып жатыр ағайын. Бұл да бір божбанның бір баласы ғой деп. Көп алғысымды білдіремін. Келді ме? Мақұл. Жұмысты болсын, әуген рахмет. Енді қадірлі құрметті жақсылар, шапаның алтын болса да жағаменен жеңгерек, өзің патша болсаң да қайғыменен қуанышында өстіп алдыңнан табылатын ағайын болады ел керек дейді. Марат ағамыздың нар екенін, бар екенін көрсетіп, осы тойда төбе көрсеткендеріңізге елдің атынан мың алғысымызды білдіреміз. Божбанның бір баласы болып бүгін осы апамның тойын тебелік қылып тізгінін өзім тапсырдыңыз көке. Қолымнан келгенше аталы сөз айтып көңілді өткізуге тырысып бақтым ағайын. Егер анай сөз айтып артық кеткен жерім болса, қар жамылған қайыңдай басымды иіп сіздерден бір кешірім сұрап қояйын. Дінмұхаммед Қонаев адам айтпақшы, халықтан үлкен ешкім жоқ ағайын. Рахмет, той бәрімізге құтты болсын. Аяқтарынан түптіріп сіздерге керемет тағамдарын ұсынып қызмет жасаған Айзере мейрамханасының әкімшілігімен ұл қыздарына да бір қол соғып қойыңыздар. Өзіміздің бауырларымыз, қарындастарымыз бүгінгі күн ертеңгі тарих дейді. Осы бір керемет бақытты сәтімізді ертең көгілдір экраннан естелік тамашалап отырамыз. Осы тойды түсірген менің Нұрик бастаған камерадағы бауырларыма да бір қол соғып қойыңыздар. Ел жана берсін. Ал қадірлі құрметті жақсылар, басымыз аман, бауырымыз бүтін, төрт көзіміз түгел, қазақтың қазыналы тойында жолыққанша аман сау болыңыздар. Қарттарымыз үйге, қалғандарымыз той қызығын бірге бөлісетін биге келіңіздер. Әрмен қарай тойымызды көңілді бимен жалғаймыз. Той құтты болсын, жұлдызды болсын ағайын. Ал көке. Сары жасыл қызыл көк түсті атамыз, қара кет атамыз, қара кет атамыз, айдырайын дос, мағайындар дос, ренжітпей бітірсамыз бірден көңіл күйге қосын.